ызасына шыдамағандықтан қаншама қан төгілді бүгін. Күні бүгінгі таңда сіздердің күні бүгінгі таңға дейін жағаларыңызға жармасқан жоқпыз. Етектеріңізден тапқан жоқпыз. Сіздердің қойынып тоңғандарыңа біз көндік. Секірсін, біздер аштата берейік деп көндік. Мына Маңғыстаудың бұқара халқы, Маңғыстаудың мына мұнайын бүткіл елге паш еттіңдер. Астананы салдыңдар, Алматыдан көштіңдер. Мына қазақтың біреуі де үндеген жоқ. Кешегі өмірге келем, ертең Құдайдың сыйлаған жарығын көрем деген бейкүнә сәбилердің не жазығы бар еді? Көзін ашпай кеткен. Солардың қарғысы мен қаны сіздерді қалай жатсақ? Сіздер мына неге мына адамдардың талқылауын естімейсіңдер? 21 жаста балам бар, бір баласы бар үйленген. Жұмыс жасамайды, оқы десіңдер, оқыттыңдар. Bir mekeme жұмысқа алған жоқ. Менің 2000 доллар, 3000 доллар беріп, Қаражанбастың бастығына, Ел Сұлпардың бастығына беретін. Мен осындай зопшник адам емеспін. Маңғыстаудың мұнайма, Маңғыстау халқы нанды жесін. Қаншама молдаван, қаншама шетел, қаншама орыс. Неге нан жеп отыр Маңғыстаудың 50 жылдан берген нанын? Неге шықпайды Тарасовкіге? Неге жатады 1000 адам аш? Әр үйде кеше мен Қырымбек Елеуіне айтқанмын. Маңғыстаудың адайы алақанға сыймайды азамат. Қадірін біліп кетіңіз. 2 метр жерге кім-кімде сият. Кім-кімге де бұйыратын 15 метр ағзон арақасымен бұйырса, мына халықтың қарғысын алмаңыздар азаматтар. Мен жұмыс жасамасам да аштанылы адамның моласы күні бүгінгі дейін болған жоқ. Бірақ менің әкем айтайын, соғыстан қатысып, осы өмірді көріп, артында қалған ұрпақ қалды деп мақтанып кетіп еді. 81-дің қыс айында тоқта балам, тоқта деп, мына елбасы ол уақытта Брежнев бола ма білмедім, базалаумын. Ай балам, болашақта дүкен болады, алдарына өскен заман болады. Азаматтық бір көтеріліс болады, әлде тоқырау болады. Еттің килограммы 2000 болады дегенде жағыңа жылан жұмыс қаласын деп шешем. Сол шешем бүгін 81 жаста отыр. Әлі куә. Әкемнің алақанынан сыбайы деп айтқан сөзді ішіп, 3 күн астатқан әкем, мына 3 күн асқан жатқан әкем, мен әділдікпен өстім. Мен мына елбасы бізді қалай, Маңғыстау халқын қалай қорлап отыр білмеймін. Маңғыстау халқын 7 айдан бері азамат болсаңыздар, арларың болса, ар қыста, ері бар елдің ел бар. Ел бар елдің намысы бар. Намыс қайда ағалар? Мен жұмыс бермейін деп кетіңдер ашықтан ашық. Мына халық сонда да нан жейді. Бөлеудің жетімде асыраған, жетімде де отқан жоқ, тұлдыр жетімде. Нан тауып жеп жатыр азаматтар. Мына жерге келіп саралаңдар, уәде бермейсіңдер ме? Кетіңдер, біз бағында алмағыз деп. Бағында алмағыз кетіңдер. Мен оламды өзім қадам. Тек рақасымен сіздерге мына қарағалықтың қарғысы, Көшербаев айтқан 4 немерем бар. Менің дейтін 3 балам бар. Мен дейтін енді қалған жеріме кешеде өлмеймін деді. Сонда мен айттым кешеде Қырымбекке. Аға дедім, жағаңнан жармасқан жоқпын, етегіңе тартқан жоқпын дедім. Бірақ бейкүнә сәбилердің қанын қарғысын мойныңызға алып кеттіңіз. Маңғыстаудан келдіңіз, жұмыссыздадыңыз, абыроймен неге кетпедіңіз? Неге сіз өтірік ақпар бердіңіз жоғарыға? Елбасын неге қараладыңыз? Елбасына неге мына қарағалықты қарсы қойдыңдар сендер? Бәленің Нұр Отан қайда? Нұр Отанға сентябрь айында арыз жаздым мен. Міне декабрь аяқталды. Не болды қарайды? Неге шықты ол акиматтан бұрын білім бөлімінен? Білім бөлімінен бір мұғалім үшін туған жиен қорғайын деп шықты. Мен қарайды, өзім туған құдам. Әкесінің қолындағы, келінім менің фамилиямдағы әйел адам. Анадан тусаңдар азаматтар. Алаш азаматтары әлі айтам, анадан тусаңдар. Қарықтанып өлмеңдер, ешкімнің көріне, ақшада, долларда, еврода көмілмейді. Тек рақатсыздарыңмен өліңдер, рақаттарыңменен кәдімгі. Соған балдарың артынан өлгенде, әкең өледі, кім-кімде шайтан емес, өлмейді, емес өледі. Бірақтан да қарықтанып өлмеңдер. Мына халықтың қарғысы, бұл үйде 5 бала, ана үйде 10 бала, менің үйімде 4 бала отыр. Ал, менің кеше 21-де балам келді. Bir bala айтқан, станцияға бітер келіп отыр, Нұрболат шығайық деген. Жүгіріп барып станцияға шыққан, бітерді көрген жазығы бір бұрышта тұрып. Менің баламды ұстап алған адам, от міне сіздерде адам келді. Қаншама Шымкенттен, неден прокурор, жоғары лауазым адамдар келді. Ақшасы жоқ адамдарды дайындап берген Маңғыстау азаматтары шығар. Осы баланың ақшасы жоқ деп. Міне, сот болатын жерде 2 балаға сот болған жоқ. Тыңдадыңыздар құлақтарынан. Елдің болып жатқан жерде сот болған жоқ. Милицияның екінші этажында болды. Жектер біреу жылқы жеп жетіп ай деген, осы Маңғыстаудың жылын жылап жүрген азамат. Ал біреу менің балам шырылдап жүрмін. Жаңа маған кезекші адвокатпын деп жоламан, ол балдардан өзінің мына қолымен сауатсыз болса да, сіздердің балдарыңыз шетелде білім алып үймен сатса да, біздің мына Маңғыстау қазақтары мұнайдан қайыр көрген жоқ.
Каспийдегі балықтың бір елетін жеген жоқ. Неге сендер сол бүгінгі күнге дейін бізді тегелей ғана қаншылап тұрсыңдар? Халық әрі ашқан, жастардікі болашақ тамырынан кесілді. Сонда менің баламды қайтып қорлаған сіздерге менің айтайын ұялмайын. Қара әлдеңді көйле көтеріңе тағам депті. 4 милиция. Аты менің жазылып тұрмын, қалалы қатанда тұр. Тоң қайтып қойып тағам депті, ішпейті салам, мынаны мойныңа ал депті. Сонда ол мына аудандағы соттың арасына құрбандыққа шалынып тұр менің балам. 2 бала. Біреу жүкші жетіп айдың бас, біреу менің балам. Сонда құрбан бола ма? 20-дағы 19-дағы балаң түрмені көріп өскенде ертең қайтып өседі. Қайтып өседі балаң. Өз балаң түрмеде қайтасың. Қайтып өседі бұл бала. 20-дағы болашақ үлкендеген жастар. Сенің балаң қалтаңдап 60 мың, 70 мың, 100 мың соттысын күніге ауыстырып отыр. Ал менің балам жетін асқа жарып, қатармен бәтеңке киіп, мына Маңғыстаудың мынайынан неге қайыр көрмейді? Неге ойламайсыңдар жігіттер? Назарбаев айта берсін. Айтты. Сендер бұрмалақтарыңдар күні бүгінге дейін жасып тұрдыңдар. Қырымбетіне кетті жасырып, өтірікті айтып, түнгі сағат 11-де кетіп тұр. Мен сөйлене келіп тұрмын, қызылен кетсесейін деп. Неге жауапқа шықпайды? Неге оның бетіне алады? Өтірікті айтып, қалыпты қырып, қандар қалып кетті. Ол тыныш өлмейді. Мына соғыс аяқталмайды жаңағы жігіттер. Мына менің үйімде бір бала кетсе, басқа үйде 10 бала бар кетіп жатқан. Мен мына ебетке Маңғыстаудың азаматтарына арқада жүрген нанымды бере алмай кетіп тұрмын. Біреу анаға түсіп, біреу тұлаға түсіп айналғанда мен тұрмын дейді. Ана ішінде 2 сүтіммен 1 көсек нанымды мен балама бере алмай тұрмын. Кешегі резеңке қарызеңкені тыққандағы сусын ауыстыра алмай тұрмын. Менің ойларым жерім қалған жоқ, азаматтар. Мына жерге келіп, галстукты тағып, костюмның 20 мың, 100 мың костюм шалбар киіп отырғандарыңыз бізге боққа да 1 тиынға қажеті жоқ. Күні бүгінгі дейін үндегеніміз жоқ, енді үндейміз. Болды азаматтар, ойланыңдар. Тек ана 2 метр жерге сен де жатасың, мен де жатамын, ол да жатады. Соны ойлап, дым евро бұйырмайды сіздерге. Мен көзімнен көрдім. Туған ағам ауылда әкім болып істеді. Оған дым да бұйырған жоқ. Дым да бұйырған жоқ, көзімнен көрдім. Бір жыл тілегін. Көзімнің қанақ тілеген адам едім. Соғыда сіздерді жинақтарға қатысып, сіздермен қатарласқан адам. Жерден шуламаңыздар, Назарбаев деген адам баласы одан еттен сүйектен жаратылған. Мен сотталып кеткенде балам үшін құрбанмын. Бүкіл ел тыңдаңыздар, бүткіл Қазақстан тыңдаңыздар, көтеріліңіздер әлі. Мүмкін елбасы кетпесе де, кетсе де бізге адал түтінген ананың баласы керек. Елден қарамынайды ақшасын қырламайтын адам керек бізге. Бұл 2000 доллардан алып алған сатып даяп отырсың ба, қаражан даяп отырсың ба, кім даяп отырсың? Күні кешегі акционерлер адамдар қандай сатып отыр? Неше мыңнан акцияны алып сатып отыр. Біздің азаматтарымыз сөзіне 26 жыл еңбек етіп, күні бүгінге дейін акцияның ақшасын төленбей 10 мың теңгеден берген күндеріңіз болды. Қытайда аяп 10 миллион халқын асырағың келді ма, Өміртақ Шөкет мырза? Біздер больничныйге жатқан мезгілде адам баласы ауырғанда 15 мың теңге ақша аламыз. 15 мың теңгемен сіз неше күн күнетесіз? Есептеп беріңіз, сосын мына халыққа жауап беріңіз. 15 мың теңге больничныйге ақша алғанда, мына семьядағы 7 адам неше күн өмір сүреді? Сіз есептеп жазып беріңіз. Мен грубо говорю, но прошу сіздерден.